Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев жұмыс сапарымен Әйтеке би ауданында да болды. Өңір басшысы Аралтоғай, Құмқұдық ауылдық округіндегі білім және мәдениет ошақтарының жұмысымен танысты. Ауыл тұрғындарымен, аудан кәсіпкерлерімен кездесті. Сонымен қатар аудан активінің жиналысына қатысты. Өңір басшысының Әйтеке би ауданына жұмыс сапары Аралтоғай ауылдық округінен басталды. 2000-ға жуық тұрғыны бар ауылдың тірлігіне облыс әкімінің көңілі толды. Әлеуметтік саланың жұмысы қалыпты, шаруашылыққа маңыз берілген. Ал шалғайдағы шағын ауыл Ақтастыға қолдау керек. Ауыл мектебін жөндеу үшін бюджеттен қаражат қаралып отыр. Клубты 2 қабатты әкімдік ғимараты да жөндеуді қажет етеді. Ақтастының жұрты жақын маңда малға жайылым жоқ. Шұрайлы жер шаруашылықтардың еншісінде кетті деп шағым айтты. Бердібек Сапарбаев мәселені зерделеп, шешімін табуды жергілікті билікке тапсырды. Енді сол жеріміз жоқ, қазір осы тұрғанда мал бағатын. Не жаңағы мен де бармын. Ол жаңа кредитке оформление жасап, ертең мал алған жағдайда бағатын жерім жоқ, шабатын жерім жоқ. Шөп-шабатын жайым жоқ. Басқа жері бар, ол именно банкротство тұрған жерде емес мәселе. Сіздер келесіңдер, именно мына жер керек дейсің, жұрттың процедура банкротство бітпеген жер сұрайсың. Басқа жерде жер жетеді. Ал Құмқұдықтың жағдайы көшілгері. Тұрғындар іргедегі мыс өндірісімен айналысатын Казгрупп және Вертекс холдинг компанияларының жұмысының ілгерілегенін қалап отыр. Егер қос компанияның тасы өргі домаласа, жұмыспен қамту және ауылдарды газдандыру мәселелері шешілуі тиіс. Ауылға қарасты Құмқұдық серіктестігі Әйтеке би аудандық көпсалалы колледждің оқушылар үшін дуальды оқыту жүйесін ұйымдастыруға көмектесіп отыр. Шаруашылық осы көктемде 20 000 гектарға егін егеміз деп жоспарлап, темір тұлпарларын майлап сайлапты. Тұқым да дайын. Чтобы не травмировать зародыш, это все мы после первично засыпаем, готовые семена. Жұмыс сапарының соңында облыс әкімі аудан орталығындағы бірқатар әлеуметтік нысандарды аралады. Биыл Комсомол ауылын толық газдандыру жұмыстары аяқталмақ. Ол үшін мердігерлер іске кірісуге дайынбыз деді. Сонымен қатар орталықтандырылған су жүйесін жаңғырту да қолға алынбақ. Бұл мәселелер аудан активінің жиынында да кеңінен айтылды. Аудан әкімі Аманғали Бердалиннің 3 айдың жұмысын тоғытқан есебі тыңдалды. Агробизнес 2020 мемлекеттік бағдарламасы бойынша 3 инвестициялық жоба жүзеге асырылуда. Олар Шыңғыс шаруа қожалығы автоматтандырылған жылқы сау кешенінің құрылысы, жеке кәсіпкер кинияты тұшпара цех құрылысы, Әлихан шаруа қожалығы мал сою алаңы менен мал етін өңдейтін цехы. Бұл жоспарлар 2016 жылдың 1-ші жартыжылдығында орындалады. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев ауданда мемлекеттік бағдарламаларды тұрғындарға түсіндіріп, орындауды тапсырды. Аудан әкімшілігі жұмыс жасау керек. Инвестиция мәселесі. Бұл жөнінде енді біз өзіміз жүрмесек, өзіміз бармасақ, бізге ешкім келмейді. Бізді ешкім күтіп отырған жоқ. Сондықтан біз енді мынау шетелдің инвесторлары бар, өзіміздің инвесторлар бар. Солармен жұмыс жасауымыз керек. Екінші, жаңағы айтылған бағдарламалардың әлі де жүзеге аспағаны. Ешқандай сол бағдарламалар бойынша құланнан ғана бір 10 шақты жылқы алынған, а басқалары осы уақытқа дейін әлі де болса орындалмай жатыр. Сол жағына енді біз көңіл бөлуіміз керек. Бір сөзбен айтқан кезде мемлекеттің мүмкіншілігін толығыменен пайдалануымыз керек. Айгүл Байменова, Самат Қалекенов, Қазақстан, Ақтөбе.